Жақсы, сіздерге сұрақ қоямыз. Ислам деген не? Дін ғой ол. Субханалла, сіздерді ат жасқа қосайын деп жатыр ғой, имамдарыңыз. Енді бұл дінді ұстайтын адамды кім дейді? Мұсылман дейді. Міне, мұсылман деген кім деген кезде ол мына дінді ұстайтын адамды айтады. Түсіндіңіздер ме? Мұсылман деген кім? Ислам дінін ұстанатын адамды айтады. Сол ислам дінін ұстанатын адамдар екіге бөлінеді. Негізгі екі бөлікке бөлінеді. Шииттер. Бұл жаңа 10%-дайын құрайды үммет. Одан кейін сүнниттер. Жазып отырсыздар ма? 90%-дайын құрайды. Түсіндіңіздер ме? Енді қараңыздар, бұл шииттер негізгі 3 топқа бөлінеді. Зайдия, Рафида, Ғулат. Ол негізі осы 3 топтан тұрады. Ғулат. Енді сүнниттер 2 бағыттан тұрады. Сүнниттер 2-ге бөлініп кетті, өкінішке орай. Хақ жолдағылар. Одан кейін адасушылар. Мына 5% шамамен. Шама ғой бұл примерно. Мына 85% дейік. Адасушылар 2 түрлі болады. Мұсылмандықтан шығып кеткендер. Түсіндіңіздер ме? Адасқан, бірақ ислам шеңберінен шығып, ақыл сүннаға жатпайды. Бірақ не? Мұсылман бауымыз. Ал енді ол бұлардың бәрі мысалы Каррамияның дінінен шығып кеткен. Алланың қол аяғы бар, біз сияқты деген. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан, ал енді бұлардың да біз осылай шииттерді 2-ге қалдырсақ болады міне. Шииттерді осылай істеп 2-ге қалдырсақ болады, 2-ге қалса. Бұлар мұсылман шеңберінде қалғандары, мұсылман шеңберінен шығып кеткендері. Сіздер анан толық жазып алыңыздар. Бұларды. Дұрыс, мысалы мынау зайдиялары, мыналардың шииттердің кішкене мына сүнниттерге жақындауы. Олар жаңа Али радиаллаху анхуды 3 сахабадан жартық деп есептейді. Жаңа Али сахаб не болу керек. Бірақ Абу Бәкірдікі де дұрыс, Омардікі де дұрыс, осыны мойындайды. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан бұлардың ішінде де шиит, бірақ ислам шеңберінде қалғанда намазын оқиды, пайғамбардың Мұхаммед. Ал енді шиит, бірақ ислам шеңберінен шығып кеткен. Йеменнің шииттері ана жаңағы. Жоқ, ол жалғыз Йемен ғана емес, ол көп жерде бар. Түсіндіңіздер ме? Жаңағы осыны түсініп алыңыздар. Сондықтан адасудың бәрі бірдей діннен шықпайды. Сондықтан кез келген адасушы, қателесуші топтың ұстанымы жақсылап жаттап алыңыздар. Кез келген қателесушілер ұстанымы, сенімі күпірлік пен шіркке апармаса, ол мұсылман шеңберінен шықпайды. Кез келген мұсылманның іс әрекеті күпірлік пен шіркке апармаса, не істемейді ол? Міне, мынау мұсылман. Осы мұсылманның сенімі, ұстанымы шірк пен күпірлікке апармаса, ол діннен шықпайды. Түсіндіңіздер ме? Адасқаны, қателескендік үшін не істейді? Құдайдың алдында жазасын тартады, бірақ жүрегінде күпірлік пен шіркке бармағандығы үшін ол ертең тозақтан шығады. Түсіндіңіздер ме? Ол сүннит, ол адасушы болсын, басқа болсын, хақ жолдамын деуші болсын, оның жаңағы ісі, әрекеті күпірлік пен шіркке апарса, болды, діннен шығып қалады. Түсіндіңіздер ме? Сол нәрсені есте шығармау керек. Ал енді оған дейін апармай, мысалы айтады, адамдар қазір адамды діннен шығару оңай болып қалған. Біреуге мынжеге қызыл шүберек байлап қойдың да, о бітті дейді, шірк. Мен мынадан тақтаны Құдай дедім ба? Кейін біреу ұрлап кетсе белгі болып тұрсын деп таққан шығармын. Болмаса мына шүберекті көргенде мен есіме түсіп тұрсын деп таққан шығармын.
ықтимал әртүрлі нәрсе. Сондықтан ол адамды бірден күпірлік пен шіркке шығаруға болмайды. Түсіндіңіздер ме? Енді қақ жол екі кезеңнен тұрады. Оған дейін мен сіздерге айтайын, енді қараңыздар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үммет нешеге бөлінеді деді? 73-ке бөлінеді деді. 72-сі не істеді? Т деді, 72-сін Т деді. Біреуі не деді? Ж деді. Түсіндіңіздер ме? Енді сол 72-сін былай талдауға болады. Мәңгі тозақы, уақытша тозаққа кіретіндер. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан бірі жәннатта деді. Оның бірден кіретіндер, Алла солардан кейіннен барып кіретіндер. Кейіннен кіретіндер. Енді кейіннен кіретіндер жәннатқа кіргенге дейін қайда болады? Енді прохатта отырмайды ғой. Тозақта болады дейміз. Сондықтан міне, мына екеуі бір болды ма? Мынау адасқандық үшін, мынау жаңағы күнәсі үшін кіреді тозаққа. Мынау хақ жолдағы адам, күнәсі бар, намазын оқымады ма, оразасын ұстамады ма, жаңағы біреуді алдап қойды ма, қиянат жасап кетті, лақтырып кетті ма мысалы. Ал енді мынау намаз оққан, ораза ұстаған болуы мүмкін, бірақ сенімді адасқанда, бірақ адасуы мұсылман шеңберінен шығармағаны да. Сондықтан бұл уақытша тозақта болады. Түсіндіңіздер ме? Ал енді осы бұл мынау хадистің түсінігі де 73-тің. Енді осыны Рамазан Бути былай деп түсіндіреді. 73-ке бөлінеді деді ғой. 72-сі не деді? Т. Құдай сақтасын, бірі Алла нәсіп етсін, осылай деді. Сонда 72-сі тозақта деген кезде дейді, кім айтады? Ол мына мәңгі қалатынды айтты дейді. Болды. Түбі тозақ. Түсіндіңіздер ме? Мына әдейі былай белгілеп қоям. Ал бірі жәннаты деген кезде дейді, ол ерте ме кеш пе? Әйтеуір түбі жәннатыларды айтты дейді. Адасын, адаспасын, бірақ ақыр түбі не істейді? Жәннатқа келеді деді. Мына былай істесеңіздер болады. Мынау Ромбек мына мәңгі қалатындар деді дейді. А мынау бірі жәннаты дегенде былай айтты да, ішінде бірден кіретіні бар, кейіннен кіреді. Адасып кіретіндер бар, күнәсіп кіретіндер бар. Түсіндіңіздер ме? Енді мынау хақ жолдағылар екі кезеңнен тұрады. Период дейміз ғой, екі кезең. Салафиттер емес, салаф. Салих деп қойыш. Одан кейін халафтар. Түсіндіңіздер ме? Міне халаф кезеңінде екі мектеп қалыптасты. Матруди, Ашағира. Түсіндіңіздер ме? Енді Ашғари, Матруди сенім мектебі қай жерде шыққан? Мына кезеңде қалыптасқан. Мына хижраның алғашқы 300 жылы, 3 ғасыры, 300 жыл хижреттің. Мынау 1137 жыл болды қазіргімен. Түсіндіңіздер ме? Исламның структурасы мен сіздерге тақтаға сызып беріп жатырмын, түсініп отырсыздар ма? Мынау целый 14 ғасыр. Бұлай қарасаң бір 5 минутта тақтаға сызып тастадық. Бұл анау пайғамбарға алғашқы иқра түскеннен бергі бүгінгі таңға дейінгі мұсылмандардың структурасы мынау. Картасы. Түсіндіңіздер ме? Міне уақыт дегеннің қысқалығы осында да 14 ғасырды 5 минутта тақтаға сызып тастадық. Сондықтан ол біздің жаңағы анау Нух алейхиссалам айтты дейді. Сіз 950 жыл, 1000 жыл өмір сүрген адам. Сон 950 жылы Алла дініне шақырған. Сонда санаулаған абым болған. Сонда айтқан, бұл өмір сізге қалай көрдіңіз деген ғой өмірді. Екі есігі бар, үй сияқты деген, мынадан кіріп анадан шығып кеттім деген. Біздікі онда есік ештеңе жоқ деген сөз ғой. Ол бір екі есігі бар деген, екі жағында бір үй сияқты деген, біреуінен кірдім деген, біреуінен шығып кеттім деген, 9,5 жылды солай ғана сурет деген да. А сіз 1400 жылды 1 секундта сызып тастадың да тақтаға.